Bak kongan basımızga Allah kalap, bakıtlı bağalagan oldaga jap, asman astın, jer üstün toygup жүрген. Assalamu aleykum. Arda kızıkta bir şabalık verip koyun. Bereketi rahmet, maşallah. Bereketi rahmet. Әнмен жырым тұңғиықты бойласа, ол мен қызың алдыңа кеп ойнаса. Бәрін таста бауырым, ей бауырым дүркіретіп той жаса деп, кешегі шайырлар жырлап өткендей. Ендеше тұлбарларыңыз тынысты, ағайын бір-біріне туысты. Осындай той баршамызға жұғысты болсын деп бір шабалақ беріп қойыңыздаршы. Бәрекелді рахмет. Қош келдіңдер тойға келген дос-жаран. Салтанатты тойымыз бұл бастаған. Бөтен адам, бөгде адам бұл жерде. Бәрі туыс, бәрі бауыр жас адам дейді ағайын. Жалпы мынау баяғыда айтады екен, күйеудің 100 жылдық, құданың 1000 жылдық болсын деп. Енді өзгеріп кетті қазір. Қалай десеңіздер, баяғыда күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық еді ғой. Енді күйеу 1000 жылдық, құда мәңгілік болсын дейді. Лайым құдалықтарыңыз мәңгілік боласын дейміз ағайын. Құда сөзін талдасаңыздар, қызды, ұлды дайындайтын адамдар екен. Құда жүрген жерде қасында құдағи дейтін ханшайым постоянно жүреді. Құдағи талдасаңыздар, қызды, ұлды дайындайтын арнайы ғылыми институт болып талданады екен. Ал келіп қойыңыз. Одан кейін мынау екі аяқты да бажа тату деп жатырмыз ғой. Бажа сөзін талдасаңыздар, бажа сөзінде 3 талдау бар. Біріншісі бас ауырғанды жазатын азаматтар екен. Екіншісі бір үйдің ауруларынан жанданған азаматтар екен. Үшіншісі бір үйдің ауруларынан жәбірленген азаматтар екен. Одан кейін мына балсыздың да қайнының да ойнайтын жездесі бар емес па? Жездені талдасаңыздар, жүрісі ебедейсіз, зиянсыз, деліқұлы еркек болып талданады екен ағайын. Одан кейін ер азаматтың қашанда сүйегі жүрді деп жатамыз, аналарымыздың бауыры нағашы жұрт. Нағашы сөзін талдасаңыздар, нағыз адал, ғажап, адам үшін ашпайтын ырысыңды болып талданады екен ағайын. Осындай отырыстарда біз секілді қызмет көрсететін жігіттерді халықтың тілінде тамада деп атайды. Тамада сөзін талдасаңыздар, тойдың ашылуымен аяқтауын дайындайтын адамдар екен. Тамаданың кәсіби атауы асабая, білесіздер. Асаба сөзін талдасаңыздар, аузындағы сөздері ақшаға бағаланатын азаматтар екен. Мысалдың не жазығы бар деймін де? Сағынышты сәлем жолдаймыз. Мысалы, мынандай, сағымы сары судың сабасындай салт сезіммен сезінген, созақтағы сүгірдің сұлу-сұлу саздарын сағынған, сай саласына сіңген селдің салдарынан, сасырымен, сұлысы, серелімен сағаны, сексауылы селдіріп, сусары серуендеп, сиыры семірген, созақтықтардан, саңғылдардан, сіргелілерден, сүлгетайлардан, стеблойлықтардан, созақтың сал серілерінен сіздерге сағынышты сәлем. Сөйтіп жа Тұрысбек ағам тұрып та Ердәулет ақыры сөзге ұстай екенсің деді жағынан. Ойымда ештеңе жоқ. Келген елің Түлкібас деді. Осы жерде менімен ғана жақсы араласасың, менің есімім Тұрысбек деді. Қазақтың кез келген отырысы той деді. Сол тойда айтылатын әрбір сөз тілек деді. Сол тойды басқаратын адам сен тамадасың деді. Керекті жұмыс Т әрпінен келетін сөздермен сөз құрап берші деді жаңа. Ойымда ештеңе жоқ. Тұрдымда тұрақты тұратын Түлкібастың төл тумалары тарихтың төрінен ту тіккен, телегей теңдесі текті топырақтан тараған, түтінін түзу түстеткен, төрт түлігін төрлеткен Түлкібастықтардың тамаша тойлары таусылмасын тоқтамасын. Түлкібастықтардың теріскейдің төріне төрлеткен тамаша туысқандарға тағы да тос дейміз ағайын. Келіннің бетін сізге аштырады, мен білсем егер. Сол кезде келіннің бетінен емес маңдайынан сүйіңіз апа. Неге десеңіз, бетінен сүйген келіндер бет тап болып баратыр қазір. Маңдайалды келіндеріңіздің бірі болсын дейміз құдай қаласа.
Hey!